Жұмыс бойынша өзімізбен жұмыс. Так, қатемен жұмыс. Кешегі есептерден кездескен қателіктер. Мысалы, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 деген бұл бізде толық ондық сандар. Енді біз мына сандардан толық ондық сандарды шығарып алып, тиімді тәсілмен есептеуіміз керек. Мысалы, кеше 25 қосу 20 қосу 5 дегенде, мысалы 25 қосу 25 тең болады 50 деп есептеген оқушылар болды. Яғни бұл жерде нәтижесі дұрыс, бірақ мына жерде шығарылу жолығында қате бар. Яғни көріп тұрсыз ба, 20 деген сан бар, ол толық ондық, оны өзгертудің қажеті жоқ. Енді басқа сандардан толық ондық құрастырамыз. Мысалы 25 пен 5-тің қосындысынан 25 пен 5-тің қосындысы 30-ға тең. Сонда нәтижесінде 50 шығады. Яғни 25-ке 25-ті қосып 50 тапқан жеңіл ме оқушыға, 20-ға 30-ды қосып 50 тапқан жеңіл ме? Неғұрлым жеңілдетуіміз керек. Екі таңбалы сандарды қалай есептейміз? Мысалы, бұл жерде толық ондық құрастыратын сан 18 пен 22, 23 пен 17. 18 пен 22-нің қосындысы 40-қа тең. 23 пен 17-нің қосындысы 40-қа тең. Нәтижесінде 80. Енді қайталанбас санды, яғни 1, 2, 3, 4. Бұл жерде басқа да сан тұруы мүмкін. 10 емес, 12, 14, 20, 30, 40, тағы да 19, 10, әртүрлі сан болуы мүмкін. Бұл жерде ең бастысы неше рет қайталанып тұрғанда, 1, 2, 3, 4 рет қайталанып тұрса, 4-ке көбейтеміз. 5 рет қайталанып тұрса, сол санды 5-ке көбейтеміз. 10-ды 4-ке көбейткенде 40 шығады. Енді бұл есепті пысықтау мақсатында сендердің мына математика дәптерлеріңде номер 4-ші бетте номер 1-ші есеп бар, тиімді тәсілмен есепте деген. Осы есепті шығара қойыңыздар.